Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanдар. Assalamu alaikum, bizden kanalın görüşçüleri, жылқы сүйүүчүлөр. Бүгүн Кара Суунун Кызыл Кыштак айылында Дастан деген жигитибиз ушул жерден дайыма чыгып келген туғандар. 2 айдан бери чыга элек болчу. Азыр жаңы аттарды улагы бар. Аттарды чыгарам деп азыр камданып туғандар даярданып турат. Бээ дагы кошот экен. Ушул чоң бээ дагы сатууга чыгып атат экен достор. Анда Дастандын өзүнөн сурап баштасак. Дастан, ассаламу алейкум. Кандай экен, жакшы? Ден соолук жакшыбы иштер? Аллага шүкүр болсун. 2 ай болду чыга элеңе Дастан, а? Ушу улак чабып. Улак чабып. Бошобой. Атты багып коюп. Багып алат экен. Бүгүнкү чыгарылышта нелер чыгарасың Дастан? Бүгүн жакшы аттар чыгат, улага жакшы аттар чыгат. Улак жакшы аттар чыгат. Акыркы жолу Орелду чыгардың беле? Бүркүт деген. Бүркүт деген да? Ошодон чыга элексиң. 2 ай болуп калдык. 2 айга жетейин деп калдык шойт. Жетип калды. Ошолорду чыгаргансың, ошодон бери чыга элексиң. Ошондон бери чыга элекпиз. Бүгүн эмнелер чыгат Дастан? Бүгүн мына бээ чыгат. Бир 2-3 ат чыгат. Бээ чыгат. Бирок бөлүп чыгарайлы, а? Бөлүп чыгат. Жакшы Дастан. Анда баштасак бул бээ боюнча. Бээнин жашы кандай? Жашы жазга 2 асый болот. Жазга 2 асый. 5ке толот. 5ке толот, а? Немелери бар? Канчаны тууган, боозбу, кысырбы? Канча тууганын точно билбейм. Точно билбейсиң. Жактан келген экен, биз алганбыз. Россиядан келген, а? Россиядан келген. Кандай порода? Бе барадыз мен да точно. Орловский деп атышат, аны сайыпкерлер. Бирок Аргыны келди. чоң экен, а? Акыйкат эле бээнин чоңдорунун бири экен да. 1.65тен жогору да. 1.65тен жогору. Жоош эле экен, а? Жоош. Ооз кысыры белгисиз. Ооз кысыры белгисиз, точно билбейм акча. Ким алса дагы бооз болсо пешенес. Пешенес. Бооз болбосо эрте жазда качырат да. Мына достор. Бээни көрүңүздөр. Көкүрөктөр. Жоош элеби? Жоош, өтө жоош. Жештери жакшыбы жештери? Жеби жакшы экен. Аркасына тартып. Мына аркасында көрсөттүм. Мына тугандар. Соорулары. Мына жамбаш эмне болгон? Ошо ел атканда машинада ошондой чын жетип алган экен. Жетип алыптыр да? Жаныбар. Мына тугандар. Ден соолугу таза, жеп ичинде айыбы жок, өтө жакшы жейт. Жакшы жейт, а? Тишин бир көрсөтчү. Бээни да тишинен биле өзү. Ооба. Мына. Азыр мына достор. Бээлер көз азы сайбай, азы чыкпайт да. Азыр чыкпайт, а? Мына. Капкара болуп турат ичте. Үстүлөрү деген да? Мына. Жайлаган жери капкара. Бул жашыраак эле окшойт. Жазга 5ке толот. Баасы канча Дастан? Баасы 250 миң сом экен. 250 миң сом. Кем болот, а? Мына тугандар, бул бээ болду. Эми мына жерде улакты даяр кылып коюпсуң Дастан. Муляж. Муляжсыз ат чыгара албайм. Муляжсыз ат чыгара албайм дейт Дастан тугандар. Анда элге көрсөтөсүз экен. ошо элге аттын өнөрүн ошо менен көрсөтөт да, туурабы? Улак болбосо да ушу муляж менен. Жасалмаса ушу менен. Бул канча килограмм Дастан? 20га жакын. 20га жакын. İçi kara toprak. Bir 15 çıgat eкен. 15. Reklamaga bunu. Ооба. Анда кийинки аттарды тартабыз, а? Ооба. Кеттик. Мына достор, кызыктын баары башталды. Дастан экинчи атты минди. Анда кеттик. Кызыктын баары ушул жерде да өзү. Тугандар азыр атты айландырып, муляждын кандай алып кетет, ошолор боюнча күлүктүктөрүн көрсөтөлү, Дастандан бул ат боюнча маалыматтарын сурайлы. Биз менен бирге болуп тугандар. Аттарды көрүңүздөр. Жаккан болсо алдыдагы номерлерге чаласыздар. Ташта. Кетти. Муляж. Бул аттын көзү чекир ат экен. Чекир мындай көзү ак айланган. Бул аттын азыр маалыматын алалы. Дастан, чекир экен, а бир көзү? Чекир, бир көзү кара, бир көзү чекир. Бир көзү кара, бир көзү чекир. Жашы кандай? Жазга 2 асыйга толот. Жазга 2 асыйга толот. Жаңасы. Аттын ошондо улакы бар. Улан чаап көрүп бул санасы болот экен. Чаап көрүп бул санасы болот, а? Чаап кириш чыгыштар кандай экен? Жайында улак алат. Жайында. Аттын айыбы эти саат арыбыраак. Эти арык кабыргасы көрүнүп калыптыр, а? Бул жемге тойгон эмес экен да. Аксакалдан алганбыз. Аксакалдын аты экен. Мине албайм, жем берсем мине албай койгондой эле ошо. Бакка арканда эле багып жүргөн экен да. Көк чөп берип эле, а? Чөптө эле бакка арканда эле баккан экен. Бою канча чыгат аттын?
1.60 plus minus. 1.60 plus minus. Денсаулықтарың Денсаулығы Жақсы. Улақта тәйленген шырамдар бар. шырамдар бар екен, ама? Қатты бұтында. Ооба. Пейілі жақсы ләу. Пейілі жақсы тевіп іштебейді. Тейіп іштебейді. Тақаға жош. Тақаларды бүгін амасыр қойын, жаң қағып қойын. Айландырып көрсетейін. Достар, аттың арт жағы, соғырулары. Бастырып қойшы. Чүді, ә? Мына достар, бастырып көрсетелі дағы. Дағы бір еліп кетші дастан. Чап, ә? Көліктігін да бір көріп қоялы. Дастан балван. Мына туғандар екінші номердегі. Айдачы көліктігін көрәлі. Чурқаштары, жүріштері қандай екен достар. Басыны қауыз, басына болған өзіңіздің ойыңыздарды жазып қалтырасыр. Ташта. Аха. Пауыроттарын, оңға солға. Оғызы жұмшақ екен. Тоқтауысы жақсы екен. Ордынан бұрчы оңға солға дастан. 5-5-ке чапса болу? 5-5-ке үйретсе болса керек. Үйретсе болса керек, а? Азы ең бұл тұрпа олақтың аты ұшында? Тұрпақты алама, тәке олақта чалып. Тәке олақ чалып жүрген. Оңға солға бұрып қой. Бияқы. Емі басына келдік дастан. Қанша басы? Басы 200 мың сом кәм бар. 200 мың сом, а? Ошондо 3000 долларға жетпейді екен. 2,5 мың доллар оқылар, 2400 доллар ошондо. Ошондо болып қалады екен. 200 мың сом, достар. Бұны алып баққан болса бұл жаңа өте жуанат. Жуанат екен, а, бірақ. Ұсақты өзі. Мүшелерін қараңыздар. Біздің көрушілер енді бау беріңіздер, атты сынға алыңыздар туғандар. Қандай ат екен? Комментарий жазып қалтырсаңыздар болады. Комментарий ашық туғандар. Анда кейінгі атқа төлеу дастан. Кейінгі атты тартамыз. Алдағы улау күшті ат дейді. Аны бір көреліші. Мына достар, 3-ші номердегі Торығашқа да келіп қалды. Торығашқа. Ордындан шындай ойноқтап тұрған ат екен. Бұндай аттар тез болушы мүмкін. Аттың мүнөздөмесін айтып баштайлы. Ордынан ойноқтап тұрған бұл ат. Көрініші қараңыздар туғандар. Башқаша екен. Бұл гүліктігі өте гүлікті. Аз дастан өзінен де сұрайлы. Дастан, бұл 3-ші ат бойынша айтты жемі? 3-ші ат бұлда күшті ат екен. Тәке олаға чалып жүрген. Чалып жүрген ат, а? Бұлда жақсы кетіп. Аттың айы өзі қатты. Озу қатты. Онан ашығын айтадасың, а? Ашығын айтамыз. Анша-мұнша жеңіл адам, Анша-мұнша бошырақ адамдар. Өзіне ішенген адам болса, алса чау ойнаса болады. Анша-мұнша тоқтай өрбейді. Жоқ, мен чау ойнап жүрем. Аз бір гүліктігін көрсек болау? Болады, а? Озу қатты болса қандай? Тоқтатасың ба? Тоқтайды. Айдасы қананда, Озу действительно қатты екен. Бияқы өт. Мана. Ертірақ әлі тартып қойытады озын. Достар, азыр бұл аттың жашын сұрайлы, малыматын толық алалы. Болды, келер. Тоқтатса болады екен. Айт! Болды, келер дастан. Анда mesela туғандар алдыдағы номерлерге чалып дастан менен сүйлөшүңүздөр. Бейін аластар же ат жаққан болса атты сүйлөшөсүздөр бу аны. Мына келди. Тоқта дастан. Бұның жашы қандай? Жашы 2 асы болады, жазғы. 2 асы болады. Жашат екен да? Жашы. Улағы қандай улағы? Улағы тәке улағы жақсы екен. Тәке улағы жақсы. Өзім чалып жүрген. Мінеде туылыскен той болады. Şu қызыл қыштақта әлі? Қыштақта. Өзім таныс әкелерім, бейлерім болды. Қарабайырлы ұқсайды, а? Қарабайыр. Қарабайыр. Бой 3, чақан әлі екен? 1.55 жыл болады. 1.55, мына достар. Денсаулығына жооп. Денсаулығына жооп. Оны пұттың. Тайлығында бар. Көртері жүктіп барып. Бағып келеді легасы, енесінің қошы жүктіп. Шыны алдын оны. Кішіне ішіп отыртайық құты алды. Ошында көртері шығып ұрып алғандай. Шыны шешіп болып. Атас, басқаны немелі?
Tasir etpeydi ha? Aftap toxtabайды. Ha, bastırçı, bastırçı. Orada turan jayında. Toңғы солға бұрып көрер, ha? Мына достар. Балбан чаба тұрған ат екен. Өзіне ішенген, аттың үстіне тақ отырған балбандар бағалашсаңыздар болды. Басы қанша дастан? Bas 200 bin ete bunda. 200 000 сом. Тарта өріп чарчап қалдың оқшайды. Тізгінде. Бұл қатты ашығын айтып сатасың. О, Жоқ, мен чабамын, болдан келіп. 200 қанша дедің? 200 bin сом. 200 000 сом. Мына достар, 200 000 сом. Екі аттың ұшындай баға қойылды. Андықтан бүгінгі шығарылған 3 атты көрдіңіздер достар. Дастанның бірінші шығарылышы аяқтап баратат. Бағалар қандай екен комментарий жазып қалдырыңыздар. Көрішкенге чейін достар, аман болыңыздар.